Алматы облысында Конституцияның жаңа жобасы жан-жақты түсіндірілуде. Ата заңға енгізілген өзгерістерді талқылау үшін мемлекет басшысының кеңесшісі Мәлік Отарбаев келді. Жамбыл ауданы халқымен жүздесуде ол әділдік, сабақтастық, өрлеу қағидаттарына ерекше мән берді. Ол өз сөзінде Мәлік Отарбаев дамудың жаңа кезеңі мен замана көшіне сай жаңа заң қажет. Сол арқылы елдің келешегі айқындалады. Осы аса жауапты сәтте жұрт болып жұмылудың маңыздылығын түсіну әр азаматтың парызы деді. Бүгінгі біздің басты мақсатымыз әділетті Қазақстанды құру, әділдікті әр салада орнықтыру. Өйткені әділдік орнамай біз дами алмаймыз. Әлем қауымдастығымен қоян қолтық араласып отырмыз ғой. Қазақстанды бүгін әділдігі орнап келе жатқан, әділдікке мән беретін, әділ бағалайтын, әділ шешім қабылдайтын мемлекет ретінде бүгін қарап отыр. Сонымен қатар президенттің кеңесшісі Қарасай ауданына ат басын бұрып, зиялы қауым өкілдерімен кездесті. Бас қосуда заңдағы жергілікті басқару, өңірлік даму және қоршаған ортаны қорғау жөніндегі баптар талқыланды. Кездесу қатысушылары табиғатты сақтау, қоршаған ортаға қамқорлық жасау мәселелеріне ерекше мән берді. Мына табиғатты қорғау мәселесі. Президент мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың Таза Қазақстан жаңағы акциясы туралы біз жылда осы бағытта жұмыс істеп жүрміз. Мына халық білет, ол бойынша мінеке бұл Конституцияның бабына кіргізіліп отыр. Екіншіден, адам құқығы, жаңа айтып кеттім ғой, адам құқығы мен бостандығы. Мына адвокат деген сөз, ол бапқа кіргізіліп отыр. Ол бұрын болмаған жағдай.